Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгін қазақ әдебиеті сабағы. Әдебиет кітаптарыңыз бен дәптеріңізді ашып, күннің жадымен тақырыпты жазып қойыңыздар. Бүгінгі сабақтың оқу мақсаты көркем шығармадан алынған әсерін сипаттап, авторға хат немесе өлең жазу. Балалар, сіздерге оқу тапсырмасы ретінде Қобыланды батыр жырының Қараман мен Қобыландының көбікті еліне жасаған шабуылы және Қарлыға қыз бөлімдерін оқу және мазмұнымен танысу тапсырылған болатын. Қобыландының қырлы қала мен сырлы қаланы жаудан азат етіп Қазанды жеңген ерлігінен кейін Қараманның өтініші бойынша Қобыланды мен Қараманның көбікті еліне жасаған шабуылы, оның малына жасаған шабуылы, бірақ бұл істің жаудың іс екенін біліп, Тарлан аттың өзінің иесі көбіктіге белгі беруі, сөйтіп көбіктінің іздеп келіп, Қараманды бірден жеңуі және Қобыландыны ұйықтап жатқан жерінен 9 қабат тор салып бекітіп, екеуін зынданға тастауы сияқты оқиғаларды, оған қоса Қарлыға қыз бөлімінде көбіктінің қызы Қарлығаның Қобыландыға сондай бір ғашық болуы, сөйтіп бұл екеуіне келіп ұсыныс тастауы, яғни екеуін осы жерден босатып жіберуге ұсыныс тастауы. Бірақ бұл ұсынысты Қараманның және Қобыландының екеуінің екі бөлек қабылдауы, Қараманның қашып шығуға бірден келісуі, ал Қобыландының әкеңнен қалай да болмасын мен өшімді алуым керек деген батырлық, қайтпас қайсар жігерлілігі дәл осылай жауап қатуы көрініс табады. Дегенмен де осы Қарлыға қыздың көмегімен Қобыланды мен Қараманның босап, Қобыландының қалай да болмасын көбіктімен шайқасы сияқты оқиғалар тізбегін, оқиғалар циклін қамтитын болады. Егер тапсырмаларды орындау үшін осы екі бөлімді сіздер мұқият оқып, қайтадан танысуларыңыз қажет болады. Үйге берілген оқу тапсырмасын орындап болғаннан кейін міндетті түрде балалар мына сұрақтарға жауап беріңіздер. Бұл сұрақтарға ауызша немесе жазбаша жауап берулеріңізге болады. Әрбір сұраққа 2 балдан беріледі. Бірінші сұрақ: Қобыланды мен Қараман көбіктінің еліне неге шабуыл жасады? Бұл кімнің өтініші болды? Екінші сұрақ: Тайбурылдың 43 күндік кемдігі қай жерде байқалды? Үшінші сұрақ: Қарлыға Қобыланды мен Қараманды қалай құтқармақ болды? Қараманның қандай нашар қасиетін байқадың? Балалар, бұл тапсырманы орындап болғаннан кейін оқу тапсырмасына назар аударыңыздар. Бұл тапсырма міндетті түрде жазбаша түрде дәптерге орындалады. Жырдың Қарлыға қыз бөлімінен алған әсеріңді 4 сөйлем әдісімен сипаттап жаз дейді. Яғни 4 сөйлемге мынадай сіздерге дайын клишелер берілген. Менің ойымша, себебі, мысалы қорытындылайтын болсам, яғни осы бөлімнен қандай сіз әсер алдыңыз, соны осы сөздердің көмегімен жазатын боласыздар. Әр сөйлемге 1 балдан берілгенде барлығы 4 балды құрайды. 2 тапсырма бойынша барлық ұпай саны 10 бал. Ендеше балалар, тапсырманы орындауларыңызға сіздерге сәттілік. Орындап болғаннан кейін міндетті түрде мұғалімге жолдаңыздар. Бүгінгі сабағымыз аяқталды.